Сәлем достар, бүгін сендерге адам денесіндегі 7 таңғаларлық ғылыми факттерді бөлісемін. Бір адам денесіндегі электр тогы найзағай түсіре ала ма? Адам миы биоэлектрлік орган. Ол орта есеппен 20 ватт электр энергиясын үнемі өндіреді. Бұл жарық шамын жағуға жететін қуат. Әрбір ой, қозғалыс немесе сезім нейрондардың жүйке жасушаларының электрлік импульс арқылы байланысуы нәтижесінде жүреді. Денеде шамамен 86 миллиард нейрон бар. Олар бір мезгілде импульс жіберсе, бұл суперэлектрлік жарылыс секілді көрінуі мүмкін. Бірақ найзағай түспейді, әрине, бірақ. Екі асқазан қышқылы ұстараны ерітеді ме? Асқазанымыздағы қышқыл тұз қышқылы, сутек хлориді, химиялық формуласы К. Оның қышқылдық деңгейі 1,0 мен 2,0 арасында, бұл өте қышқылдық орта. Ғылыми зерттеулерге сай, ұстара жүзі, жіңішке металл, тұз қышқылы ерітіндісінде 24 сағат ішінде шіріп, жойылуы мүмкін. Бірақ асқазанның ішкі қабырғасы муцин деген шырышты қабатпен қапталған. Ол қышқылдан қорғайды. Егер бұл қабат бұзылса, асқазан жарасы, язва пайда болады. Жүрек күніне 100 000 рет соғады, қалай тоқтамайды. Жүрек өздігінен жұмыс істейді. Оның синустық түйін деген бөлігі электрлік импульс шығарып, ырғақты сақтайды. Жүрек күніне орта есеппен 100 000 рет, жылына 35 миллион рет соғады. Бұлшық ет болғанымен, ол ешқашан шаршамайды. Миокард, жүрек бұлшық еті, үнемі оттегімен, энергиямен қамтамасыз етіледі. Бұл биологиялық мотордың тамаша мысалы. 4 ми 11 миллион бит ақпарат қабылдайды, бірақ сана тек 40 битін таниды. Когнитивтік ғылым бойынша ми секундына 11 миллион бит ақпаратты сырттан алады. Көру, есту, сезу, иіс, дәм және түп. Бірақ сана деңгейінде біз тек 40 битін өңдей аламыз. Қалғаны бейсаналық түрде өңделеді. Жүрек соғысы, тыныс, фондағы дыбыстар және. Бұл ми энергияны үнемдеп тек маңызды ақпаратқа назар аударады деген сөз. 5. Көздің фокус жылдамдығы камерадан жылдам. Көздің ішіндегі линза бұлшықеттер арқылы пішінін өзгертіп, әртүрлі қашықтықтағы объектіге фокус жасайды. Бұл процесс миллисекундтарда жүреді, әсіресе жас адамдарда. Заманауи камералар фокус ауыстыру үшін бірнеше 100 миллисекунд қажет етеді. Яғни көз ең керемет табиғи линза. 6. Бактерия саны жасушалардан көп. Адам ағзасында шамамен 30 триллион адам жасушасы бар. Бірақ бактерия саны 39 триллионнан асады, көбіне ішекте, теріде, ауыз қуысында. Бұл микробтар иммунитетке, ас қорытуға және тіпті көңіл күйге әсер етеді. Яғни біз жартылай бактерия, жартылай адамбыз. 7. Тіл дәм рецепторлары 10 күн сайын жаңарады. Тілде шамамен 2000-нан 8000-ға дейін дәм рецепторы болады. Олар папилла деп аталатын кішкене түйіршіктер. Әрбір рецептордың өмір сүру ұзақтығы 10 күн. Бұл жаңару тілді жарадан, күйіктен кейінде қалпына келтіріп отырады. Сондықтан дәм қабылдау уақыт өте өзгеріп отырады.